Kalbınızı arasınız. Soda yemeği yapılan işte. Birinde Karadağ'a ya özünüzü parayı götüremeyizsin. Kudan demeyin, size patasına dedim. Buradasın yaratılışı Allah sizde. Duaların zamanı olmaz sizde. Yüreğiniz imanların nurlan değil, Allah жақсы көріп сонда sizde. Açık olsun her kaçan dualarınız, орындалсын аңсағандарыңыз. Қаржылық мәселелері қиындатпай бірге бастаманы қолға алыңыз. Үйіңізді шат күлкі жарық етсін. Ұрпақтарың Алланың жаны өссін. Жақсы көрген Құданың біреуіңіз ешқашан жасымасын жүрегіңіз. Өсіріп ұрпақтарды ер жеткізіп, Құданы екеуіңіз жүзге келin. Керемет болды батаңыз, анада құтты болсын шапаныңыз. Сізге алла болса бір әулеттің ақсақалдық қариясы атаныңыз келдіңіз береді. Сізге специально көктемде келіп шапан алдық. Бір размер үлкен алдық, келесі жылға дейсіз берген. Аман болыңыз. Бүгін енді бірінші дастарханымызды аяқтайық достарымыз. Антырайық, алтырайық, ортаға шығып біраз билейік. Екінші дастарханда тоз көзіміз түгел деп қайтадан жолығайық.
disco dancer. I am a disco dance. Can't show you what's today. Do I mean this? I am a disco dance. I am a beat dance. I am a beat dance. Everybody dance up, mama, everybody dance up, papa. Everybody dance up, papa. Everybody dance up, mama. Everybody dance up, mama. Everybody dance up, papa. Everybody dance up, papa. Everybody dance up. It's my love. It's my love. Set me free. Must stop rap over know it all. I got my thing, I figure your own life. Leave me alone, set me free. Mind my business and live my business. You know everything, but I know it all. Better than you man, cause then you run. Stop fucking me, stop bothering me, stop calling me, stop fussing me, stop fighting me, stop bothering me, stop calling me, stop fussing me, stop fighting me, stop bothering me, stop calling me, stop fussing me, stop fighting me, stop getting me.
кешегі мынау Алаш есімде Алаш атын ұлтымның рухында жарасатын семейім семей деген атанғандай мынау елдіктің көрсетіп тұрған парасатын демекші бүгін не бағанын айтып жатырмыз қасиетті қарт семейде үлкен той деп мынау 5 күндік мынау жалғанда қадірмен ағайын сырласайық күлейік мейлі қана таныма амандасып қал сұрасып жүрейік деген сондықтан бағанағыдай емес бір-бірімізді 2-3 сағат болып бір-бірімізге танысып бауыр басып қалғандаймыз сондықтан мына бүгін отырған қонақтардың бәрі Талғат аға осының бәрі менің өзім бір туысымдай болып кетті анау класстастарыңыздың өзі анау төрде тұрған апайларымызға мыңда бір рахмет аман болыңыздар 1966 жылғы түлектер биылғы 60 жылдық тойларыңыз құтты болсын. Енді мына тойға бөтен ешкім шақырмайды ғой туған туысын құда жекжатын көрші қолаң ағайынды шақырады сондықтан енді анау төрде отырған апаларыма бір жақсы ән болсын құдаң болған қандай жақсы досың болған қандай жақсы ағаң болған қандай жақсы демекші бір ескі әндерден бір ән болсын сіздерге соны тарту етейік сіздер алдарыңыздағы ыстық астан алып кәнекей шай ішіп отырыңыздар бүгінгі кешімізге келіп отырған бақытжандай ұлдарыңыздың орындауында туыстарың болған қандай жақсы деген бір ән болсын. Sarıldım diye
Құдағиыңның болған жарысы мені. Бұны бір сіздерге алып келіп осы. Орта ғашығы мен. Аға, сіздеріне қайын болысы қойып, сіздеріне бағанына апам өлі жар берді. Сіздер итпеде тоқта басын итпе үшін қойып. Жүріп шықтым елеске, бейі шақын емеске, осы отырған отырыз, бір ғайбет емеске. Шамқалады майменен, су ағады сайменен, екі жасы қосылса, таңатады жайменен. Мама дегізген, күнде тұрып егізген, айналайын мамамнан, ғажапсызын жегізген. Жеңгем менің әдемі, жеңгем менің әдемі, өлең айтып келгенде берем екен әдемі. Жүріп шықтым белмеске, белмес жақын келмеске, осы отырған отырыс бір ғанибет келмеске. Апа, Талғадаға ақ тілекті ақтарайық. Уақыт. Талғат, бер қарай келіңіздер. Мен енді класстастарды шақырайын қазір ортамызға, иә? Сабыр етейік. Сонау бір бала кездерде самал жел кешке ескенде от жағып тамақ пісірген ауылдағы жер пештерге деп жазыпты. Жылтып суды жер пешке жуылып алып әр кеште бәріміз ойнап күліп жүруші едік қой, сол бір өткен күндер бәрі есте дейді. Соғықтан соң өткеннен естелік алып, бүгінгі тойға келіп отырған жан-жақтан Жаслан сыныптастары, Жаслан Зүлфия, Аман Бағдат, Әлімжан Гүлнара, Сағат Айна, Секей Гүлмира, Серік Төлеу, Амантай Бақыт, Шайзамен Күләш, Қанат, Гүлзайраш, Құралай, Жанатбек Жұбаймен, Өміржан Гүлнара, Жанат Нұргүл, Совет Лика, Қадыр Жұбаймен және Еменді ортамызға шақырайын деп тұрмын. Класстастары. Бас қосты достар бүгін дастархан алып осы күн іздеп жаныңдан көтерілген достар махаббат үшін үзілген үміттер қайта жалғасын көтерілген достар үшін осы күнге жете алмаған жан достар үшін. Алдарыспадағы немен бірге атаман деген әгі Тұқаның рөліндегі атаман деген соғысанге қайтадан шақырайық ма? Шақырсан жақтан бір ұстап беріңізші. Атаманды шақырайық, атаман. Ама өзіміз бір атаманның қасында. Амажан. Ой, бұл үшін. Балаларды байқаңыздар, балаларды байқаңыздар. Ағам сайында ұстап келем деп тұр. Балаларды байқаңыздар. Балаларды байқаңыздар. Атаман келе жатыр, атаман. Ары болған, әлі күнге дейін сол туғыдан түспей келе жатқан жігіттерде жігіт бар, азаматы мөрмі, жылқыдан жылқы бар, қазараты мөрмемек демекші. Өзінің керемет тамаша азамат. Бір ауылдың атаманы. Сізге бір самолетканы жетіспей қалды, қалғын бар жақсы деп. Бір самолет болғанда сынақшы түскен кезде мәңге. Рахмет. Ал енді араларыңыздан өздеріңіз мақтапай, келісіп. Ресторан бір байдекі, уақыт құдайдекі, сол құдайдекі.
Бар. Кішкене характеристика көріп кетейік класстастарыма. Құрметті қонақтар, мына жерде тұрған бәрі менің бірге оқыған сыныптастарым, жолдастары, жаңағы әйелдері. Енді атаманымызды көрдіңіз деп жеке жақтағы шықшы ортаға. Мына біздің атаман. 10 жыл бізге күн көрсетпеген, бірақ енді қазір осыған қарап кім ойлайды мен мынадан таяқ жеп. Бұл енді қазір енді негізі біліп тұрсыздар ғой, негізі білмей жүр біздің атаман екенімізді. Бірақ енді біз әлі күнге дейін атаман сыйлаймыз, бәріміз әлі күнге дейін басқарады. Мына осы кісіден басын, біздің атамыз, ордыз атамыз. Енді мына қыздарымнан бастайын, оқыған қыздарым. Ана, мына, Күләш, өзі біз 32 бала бітірдік. Содан бізде 8 ақ қыз болған. Содан мені тұрғандары осы жерде, қалғандары енді болғандары да бар, енді жақын жерде жайлы болсын, енді анау қызмет алып келе алмағандар да бар. Құралай деген, бірақ басқа ауылда оқыды, бірақ біздің ауылға келіп, біздің 66 мен 66 жылғы содан құрдас біз әлі күнге дейін сырлас, біз бірге келе жатырмыз. Осы немене ана мектепті қалай нешінші? 37-ші мектептің аға мұғалімі, пәлебай орденінің иегері, бәрі өзі. Қазір ән сатып береді олар өзді. Мынау Күләш деген тоже класстасымыз. Бұл өзіміз сияқты қарапайым, қазір бірнеше баланың немеренің апасы әже болып отырған, қазір осында семейде тұр. Мынау қыздардан біздің элитамыз, бизнес-леди біздің, қажы. Мына бір минут құлақ тұрсаңыздар, мынау тура осы мен туған күнімде қажылықта тұрып, қажылықта тағы да солай совпадение болды, қажылықта тұрып, қағбаның қасында тұрып, тасын ұстап тұрып, мен туған күніме поздравить еткен. Мына классасын, сондай бір керемет жағдай болған, қағбаның басында тұрып, мен поздравить еткен класс. Қазір бізде үлкен бизнесте бірнеше сауда орталығын ашып тастаған, кафе ашқан, жаңағы рестораны бар, өзі үлкен бизнестегі классы. Бұл бизнес мен болады білген өзім алып жүрмін, әлі білмей қалмаймын. Мынау қанат деген сырнаяқтың сыры кетсе де сыры кетпейді деген біздің енді біз 9 оқып жүрген кезде бұл енді бір красавец, Индияның қыздары сияқты бойы ұзын. Біз бұған сөйлей алмаймыз, бүкіл ауылдан, армиядан келген жігіттер бұған ғашық. Бұл сондай біздің красавицамыз болған. Әлі күнге дейін міне тұрай келе жатыр, қазір міне әлі жаңағы өкіметте жұмыс істейді. Мына енді бүгінгі әлі класстар қосылып, бүгін класстастар енді ғана айтып отыр, мен де ғашық едім, септелу ғашық болды болған бәрі. Сөзін айта алмайды. Класстасымыз осы жерде келіп отырған. Мен де ғашық боламын. Енді мына жерде енді қалған бәрі осы жерде біздің енді аман кеш біздің элитамыз осы жерде. Енді әр класс оқығаннан кейін өздерінің мақтанатын класстастары болады. Өз осы класстастарымен мақтанатын, достарымен мақтанатын. Біздің енді класстастар бәріміз осы жастар екеуі. Біздің жоғарғы оқуын оқып, біздің анау атамамыз деген сияқты бұл кісілер біздің мақтаныштарымыз, класстастар, бүкіл класстастар. Қазір ол Талғардың әкімі, қазір таныстырамыз. Қазір айтам, бөлік айтам ғой. Біздің элитамыз, мақтаныштарымыз, біз осы үлкен бизнесте, отставка деген полковник классасын, біздің басымызды қоспаған айтып, осы бәрі ұйымдасып классастар әлі күнге дейін былай шақ шығармай қайырып отырған біздің классасымыз жасынан осылай. Біздің мақтаныштарымыз аман Алматыдан келіп отыр. Жолдасы Бағдат, бұл жерде тұрған жасыланың жолдасы Зүлфия Есенгелдиевна.
Бірінші жастардың бірінші айы соңғы айы дос болып тұр. Иә, енді қалған класстастар өзінің қатарында бәріміз қарапайым. Просто иә, мынау Бақа деген алдарыңызда әл салып Бақыт деген. Бұның жолдасы осы 2 жыл болды, дүниеден озғанда екеуміз бір күнде туғанбыз. Түнгі сағат 12-ден 1-2 секунд кеткенде мен жан жолдасым звондайтын маған бірінші болып. Туған күнімен құттықтап. Қазір осы жерде болғанда бірге тойлап атады дейді. Ол 60-та келіп 60 жасын тойлап атады дейді. Бір қанды көйлек досымыз деп соның жолдасы Бақыт деген алтын мен. Енді шалым дейді бұны. Мен кемпірге бұрыннан бірге келетін қатты араласқан достарымыз. Бұның орны бөлек. Енді мына жерде класстастардың ішінен енді бір бөліп жаратын жоқ. Тағы бір өмірзен кеш. Екеуміз 10 жыл партада бірге. 10 жыл партада бірге отырдық. Бұл интернатта тұрды. Оқып жүр, талай қазақ баласы дейміз. Бұлар интернаттың, жаңағы интернатта тұрған сол кезде дедовщинаны көрген бұлар. Біз бұларды ол кезде бізге бұлар бір интернатты балар бізге бір жетім балар сияқты. Сондай болып көрдік. Оказывается, бұлардың ол кезде интернаттың ішінде талай нәрсе өндіріп жүрген. Біз оны білмейді екенбіз. Міне достар, мына екеуміз 10 жыл партада бірге отырдық. Анау так, 20 қайсы сабақ басталатын қай, 1 сентябрьде сумка мектепке ұстап барам, Өміржанның қолына берем. 25 майда өзіме береді ғой алып кетуге. Қазір фермер ауылда 500 ойы бар, 250 100 жылқысы бар. Қазір үлкен хозяйствоның иесі. Жақсы көрмейсің. Мынау енді Серікбаев Сергей деген енді бұның айтатын әңгімесі көп, бұл жерде дайын тіл әйтпесе жерде қалай дейді. Жоқ, бірге кетіп қаламыз ғой. Енді бұл интернатта тұрған, бұларда жаңа айттым ғой, бұлар өзі бізге жетім балдар сияқты біреу көрінетін. Содан мынау атаманымыз семейде бір 5 ай оқып, ол қалай атаман болды деген сұрақ сіздерде тұрған шығар енді, денесіне қарап. Семейде 5 ай оқып келді. Соны просто естідік, біз ол кезде 4-5 оқимыз. Боксқа қатысты деді. Содан қорқып, ол атаман болып кетті, бітті. Содан әлі күнге дейін атаман. Сол интернаттың несін көріп келген ғой, сол интернаттан мыналарға ертіп барып бізді. Сөйтсек, мыналарың лафа осы жерде екен интернатта. Бүкіл қызықты көріп жүрген осылар екен. Сол интернаттан бірталай қыздар босанып шықты. Айтыңызшы ағарда. Ол бұда ет қазбалар енді мәксі баларымызды кетшімейді. Осы жерде. Бұл сөздеріне тоққан жоқ шығар. Жоқ, бұл енді байдың баласы болды. Бұл байдың баласы. Ақ деген алғыс, қара деген қара, сен бұл еркек өскен. Қолында бәрі бар, осының астында мотоцикл, осы мотоциклге үйрендік. Осының бар жақсын осынан көретіміз осы қолынан. Сонда ізгер талдардың әкімі. Қолдасы Амантай. Бұл енді жақсы сыйласқан ауылды қазір кейінен бұрын ауылда бірге тұрып, кейінен бәрі жан-жаққа кеттік қой. Сондай алтын достарым. Жанатбек кеш сағат екенімді. Мынау атаманның адъютанты болды. Рас, әлі күнге дейін солай. Адам не айтса соны істейді әлі күнге дейін. Ондай да болады екен, мен сенбейтін өзім көзімнен көріп жүрмін. Біз мектепте жүргенде осы күн тиісіміз ұрғымыз келеді, бірақ анадан қорқамыз. Переменге шыққан кезде ананың сумкасын күзетіп отырады осы күн. Осы ананың бүкіл айтқан, үйіне сабақтан қайтқан кезде ананың қорасын тазалап, боғын шығарып, малын жайлап, үйіне бірақ қайтады. Рас айтамын міне. Рас олай болған. Бірақ сенен біздің бұл жер қыздарды жүрдің ғой? Содан үйден жақсы темекімізді бәрін ұрлап анаған апарып
береміз. Содан кейін біраздан кейін бір кішкене берші Әлімжан десең, берші анаған дейді, қалтасына беломар береді. Рас, бар жақсын айтып, қасында жүріп осы көрді ананың қасында жүріп. Беломар берді? Енді... Заска айтқан? Кәрге айтып келген ғой. Мынау түріне қарасаң, қазір... Атаманың жақсы. Жоқ, түріне қарасаң қазір атаманды қыталасып жүр. Кейін кезде. Ал енді нағыз жуас, қой аузына шөп алмайтын бала болған. Қазір енді адам сенбейді. Оның істегендерін айтпай-ақ қояйын. Жарайдырың шыт. Сондай, бұл да өзіміздің ең қатарында қарапайым қалыппыз. Қазір өзім қалып. Ал енді Жанат қайда? Идісті. Қазір логиканың соңғы тұяғы ауылда қалған. Ауылда қалған жалғыз класстас. Әйелі жас. Бұрын ауылдырғанда әйел әрбістайшы деп маған сөйтіп жүрді. Алдап кетті шықты. Бұнау ауылда тұрған жалғыз класстасын тұрып барғанда бізді қарсы алып шығарып салатын қазір. Қазір бұлар уже бірнеше немересі бар. Апа, әже, ата, әже болып отырған ауылда класстасым жаңа деген әнші, сері, түріне қарасаң деп айтпайсың, бірақ айтпайды. Сонда бір жерде тұрған класстастар қалып қойғаны бар ма бір жерде? Жоқ, болмаға. Жолдастарын жаңағы жеке-жеке таныстырмай Өміржанның жолдасы кеткен шақыр. Енді Әлімжанның атаманның жолдасы Гүлнара деген... Өміржан айлек, мен айтқан Қазір айтамын. Әлімжанның жолдасы екеміздің арамызда бір бітпей жүрген әңгіме бар, оны бүтірейін. Анау Жанатбектің жолдасы Гүлмира. Айна шықпайды, Айна шықпайды, қарындасы қалып қойды мен. Айна Сағаттың жолдасы. Күйеуі жуасы Сағаттың жолдасы. Оғын. Уже болды. Ал енді... Ал енді... Өміржан мен жаңа бір келді дегенде ғой. Бір партада отырған Өміржан класстасының жолдасы. Байғош кәрі фермер дедім ғой. 500 қойы бар, 200-800. Бәрекелді, онда бірдеме кигізейік 500 қой болса, иә. 10 жыл бірге отырған үшін. Бәрекелді. Отырған үшін мен қой үшін бөліп тұр. Ойнаған тозап қой бақтан озат деген. Болды ма? Таныстық болыңыз ғой. Енді арамызда қадірмен ағай 3-4 адам сөйлейік енді бәрі. Той біздікі ғой енді. Аузымызды жаппашы енді, шыдашы кішкене. Білемін, ақша береміз. Үстімен қосып береміз біз. Қыздар шай қайдар, ман салыңдар. Сөйлемесің бәрі. Алыстан ат терлетіп келдің ғой сен. Бағдат екең сендер сөйлемдер, содан кейін біз сөйлейміз. Талғатымыздың 60 жас тойы болсын Талғат. Денсаулығың мықты болсын. Маған бүгін айтып жатқан тілектердің түгелі сағынған айтып жатыр. Солардың түгел қабыл болсын. Ең бастысы өмірде саған тілейтін өздерін екеулеріне жаңағы бақыт қана денсаулық, еліміз аман, жеріміз тыныш болсын. Жақсылықта ғана болса. Құрметті бүгінгі қонақтар, класстастар, бүгін бір керемет семейдің төрінде Семетау деген керемет бір ресторанда осы мен Талғат досымыздың, Гүлизат досымыздың 60 жас мерейтойы болып жатыр. Тойларың құтты болсын. Алла тағала зор денсаулық берсін Талғатқа. Қасында жүрген, үйдің берекесін келтіріп жүрген осы Гүлизат аман есен болып, екеуі қол ұстасып, әдемі қартайып, әдемі ата әже болып, осындай немере шөбере сүйіңіздер. Сол ойын шөберенің қолынан май жалап, сіздердің 70, 80, 90, 100 жас деген мерейтойларыңызға келе білейік. Биылғы жыл 66-лардың жылы,
барлықтарыңызды да осы келе жатқан болған мерейтойларыңызбен құттықтаймын. Осындай той барлықтарыңызға жұғысты болсын. Той-тойға ұласын. Алла тағала балалардың ортасында бақыт пен қуанышқа ғана кенеліп отыра беріңіздер. Жүз жасаңыздар. Рұқсат болса, серттілі Талғардың әкімі сөйледі жұбайымен. Мына наурыз тойымыз құтты болсын, ораза айтымыз қабыл болсын. Мына Талғатта жолдасымыздың 60 жасы құтты болсын. Екеуміз кішкентай кезден класстас болғаннан көрші тұрып бірге өстік. Бәрімізде адам қанша сырт жақта жүргенмен сағынады ғой. Осы тойға келгенше қанша уақыт күтіп, алдын ала сұрап бір ай бұрын айтшы, 2 ай бұрын айтшы деп. Бүгін осыған жеткізіп отыр Алла тағала. Амандық, денсаулық берсін Талғат. Сенің бақытты бар қарындастарымыз, ағайын туыстарымыз, құда жеместарымыз әрқашанда аманшылықта, жақсылықта, қуанышта тойда кездесейік. Елдерге аман болсын. Болашақ еліміз аман болсын. Ал енді құрметті бүгінгі тойға жиналған қауым, Талғаттың 60 жасың құтты болсын. Денің сау болсын, Алланың берген нәсібі үлкен, кең, дәулетті болсын, бар жақсылықты тілейміз. Сіздерге. Енді Балқаш қаласынан келген Жанатбек жұбайымен. Жаңа ана кімнің айтты ғой? Жоқ. Адъютант, кімнің адъютанты? Атаманның әні, атаман қайда? Мен жұбайымен, жұбай есімі кім? Гүлмира екен, Гүлеке давай. Рахмет, көп рахмет. Алтақ енді мынау. Бүгін енді шынды да Ақтөбенің қарын жауып, сенің 60-ға толған тойлағанымыз міне. Бүгін сенің сыйлап келген кластастарың, келмеген кластастарың бар. Бәрі сенің тілеуіңді тілеп, сенің 100-ге дейінгі өмір сүруіңді қалап, барлығы да осы жерде тойыңды тойлатып отыр. Денің сау болсын. Саған айтарым енді елдің бәріға жақсы тілектерін тілеп отыр, өзің де білесің. Абыройлы бол, мерейің үстем болсын. Қашанда бала-шағаңмен бірге бақытты өмір кеш. Аспанымыз ашық болсын. Қазақстан. Егерде дейді десін, егерде дейді. Деніміз сау болсын. Қаз бір минут. Енді біз енді қаладағы адамдар көп сөйлемеге тырысайық енді. Көп сөйлеп әдептен озбайық, абай атамыз айтқан. Енді алыстан өзіміздің ауылдан міне Өміржанмен Байқошқырдан өмірге келіп отыр жұбайымен. Жанат жұбайымен келіп отыр Алғабастан. Жаңа айтты ғой. Одан кейін саяқта міне жаңа Дәуренбек өзінің марқұм жолдасымыздың жұбайы келіп отыр. Осы үшеуі сөйлесін. Енді қалғаны соң кейін өкпе жоқ, иә? Өкпелемейді. Одан кейін қыздар айтып кетеді енді сразу. Қанат пен Гүлзайра жалғастырады. Слушайся. Мөке, жақсы. Амин. Аман болсын. Жәке, бер жәкеге. Өмеке рахмет. Ақшасы құтты болсын, денің сау болсын, сол болсын, балашығыз аман болсын, немереңіз аман болсын. Болашақта немереңізді ұстап, жүре беріңіз. Амин.
Жоқ, міне, қыздың жолы жіңішке дейді, өзара ашпай қанат сөйлеп. Денің сау болсын, Гүлизат екеулерің мәңгілікке, мәңгі бірге өмір сүріңдер. Сендердің қызықтарыңды тойлап, қызықтап, біз осылай тойға келе берейік. Аман болыңдар. Қонақтар мен Талғат Гүлизат сендерге бәрін жақсылық тілеймін, Алла. Иманды құрақ өсіріңдер. Жақсылық болсын, дендерің сау болсын, дендерің сау болсын. Ой, рахмет. Ал енді Бақа, өзің сөйлейсің, содан кейін Құралайға береміз. Қалған адамдар енді өкпелемейді, біз қалада жүрген адамдар біз осы класстардың бәрі келгенде қосыламыз. Дұрыс па? Дұрыс. Көп сөзіп, әдептен озбай көп сөйлеп, Саған тұтақ балалар жүрегіме батты, сөзіңді тыңдамай шуладыңдар қатты. Жүрегіме батты, Құралай апаман айтады, әйтпесе таң атты. Құрметті тойшыл қауым, біріншіден мына келіп жеткен Наурыз мерекесі құтты болсын барлығымызға. Айттарыңыз қабыл болсын. Наурыздан Наурызға аман есен жете берейік. Енді Тақа, бүгінгі келіп жеткен 60 жас мерейтойы құтты болсын. 30-дан екеу, так что жап-жассың. Осындай үлкен керемет жақсы той өтіп жатыр деп ойлаймын. Енді тойдың жақсы өтуі, жаман өтуі әрқайсымыздың өзімізге байланысты деп санаймын мен. Әркімнің өзінің көңіл күйіне байланысты. Тамада 1000 жерден жақсы болса да, сенің көңіл күйің жаман болып шыққанды жақтырмай отырсаң, саған любой той жаман болады. Сен өзің көңілді жүрсең, саған қандай да тамада болса, сенің көңіл күйің жоғары ма, саған любой той жақсы болады. Мен үшін бүгін керемет той өтіп жатыр. Сондықтан осындай тойдан айырмасын бізді. Тек қана жақсылықта, аманшылықта, осындай үлкен тойда бас қоса берейік. Гүлизат екеуің бір жастықта қартайып, бала-шаға немере сүйіп, шөбере сүйіп, солардың қызығына тоймай жүре беріңдер. Көп рахмет, Бақа. Енді әттең енді қолдан келетін ештеңе жоқ, әйтпесе күйеуің тірілтіп алушы еді. Қолдан келетін сиқырлық жоқ ондай, ренжімейсің. Біздің бұлбұлымыз тек көп сөйлемеңдер ғой. Көп сөйлемей айтқысы қылсын. Музыкалық сәлем жасап жолда, содан кейін сенен кейін музыкалық сәлемде Жанат өзі жеке дауыста айтпақшы. Мен енді ұстазбын ғой, сондықтан енді бір тілек айтпай кету маған да дұрыс болмас. Ал енді қымбатты ағайындар, қымбатты бүгін біздің Талғат досымыздың туған туысқандары, жора жолдастары, құда жекжат, баршаңыздың бүгін келіп жатқан қадамдарыңызға гүл берсін. Тамаша той болып жатыр. Біз сол тойдың куәсі болып жатырмыз. Негізі біз 66 жылғылар 60 жылда бір туылатын огненный лошадь дейді. Енді биыл ғана 2026 жылы келесі 60 жылдың жылқы жылы, 30 жылқы жылы дүниеге балалар келіп жатыр осы жылы. Ендеше осы жылда әрқайсымыздың арман тілектеріміздің бір орындалатын жылы дейді. Осындай жылда дүниеге келген бізге де Аллаға сансыз шүкіршілік айтамыз. 60 жасымыз тағы да Талғат сенің соңында бәрімізге жұғысты болсын. Осындай той томалақ өте берсін. Енді Талғат, сен жар таңдаудан шатаспаған адамсың. Гүлизатқа шын жүректен ризамыз, өте тамаша. Ұстаздығы бір бөлек, өзінің жаңағы табиғатында бір керемет, өзінің биязылығы, одан кейін адамдармен қарым-қатынасы, тамаша тіл табыса білуі, бұл екі адамның бірінің қолынан келмейді. Осы тамаша қасиет жалпы біздің Гүлизаттың бойында. Сондықтан адамдар айтып жатады ғой, жар таңдаудан шатаспа деп. Міне осындай тамаша жарың бар. Талғат, саған сен бақыттысың деп ойлаймын. Енді жақсылық тілей отырып, өзіңе айтарым, толықсың. Талғат мырза 60 жасқа, 60 деген не тайрай жаны жасқа. Ортамызда жүре бер жарқын жүзбен, тілегіміз біздің жоқ онан басқа. Қағып тұрсың 60-ның қақпасында,
алшаң басып шыға бер қыр басынан, ағайынға ақылшы, досқа үлгі, сыйлысың, қадірлісің, осы тұрған баршамызға. Мерейлі тойың құтты болсын. Тамаша бір әнді осы Талғат пен Гүлизатқа ғана арнағым келеді. Егіздерді екеуін қолыстасып, қолтықтасып, егіз қоздай бірге жүре беріңдер. Аман-есен болыңдар, той болсын. Таппаға келейік.
деген қашандар бар гүлдәріға Жоқ кетпеңіз. Жоқ кетпеңіз. Бәрекелді. Накісті Гүлдариғасын шақырайықшы ортаға. Гүлдариғасы қайда? Гүлдариғасы. Енді баяғыда Мұхтар Шахан ағамыз айтты. Тағдырыңды тамырсыздық індетінен қалқала, әр адамда өзін астынан басқа демеп жебеп жүретін болу керек құдіретті төрт ана деген. Оның бірі туған жерің түп қазан айбының, екінші туған тілің сатылмайтын байлығың, және өзіңнің туған тарихың мен салт дәстүрің деген. Соғынан сол туған жерде туын әлі күнге дейін биік ұстап, ауылдың бүгін жәнегі сағынышын осында алып беріп, Гүлдариға әніменен осы бізге жеткізіп жатқанда қатымен ағайындар, қайда менің семейім, осы ауылдан келген ағамызға бір шапалақ ұрмаймыз ба? Енді мынау жерде үлкен бір манты бар күтір. Соғыстан енді бұл кісілер енді жәнегі ауылда мал шаруашылығымен айналысады. Жылына 2 соғым сояйық деп жатыр, иә. Соғыстан біз барғанда постоянно манты жетпей қалады дейді, мына кісі кластастар барғанда. Соғыстан үйде 2 манты бар осы деп, не болса да осы манты да бар күні ағам мен кең жеме Әкімнің атына талғамын Аға, енді халықтың қамын жеп жүрген енді әкімнің атынан енді кеп 5.000 теңге берейін деп жатырмыз. Аға мен естімейді ғой, жеңемейміз ай. Аман болыңыздар. Өздеріңіз қайт кетесіздер ғой? Жақсы, аман болыңыздар. Енді біраз сыйлықтар келіп еді, мамам айтып жатыр, өзім бір берейін деп алып келіп еді дейді, сондықтан берейін. Мынау енді жаңағы 1966 жылы түлектердің ішіндегі күміс көмей әнші, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, 37-ші мектептің бұлбұл әншісі, көмейінен ән төгілген Құралай ханымға берейік деп тұрмыз. Әліпкәнің жолдасы Гүлдараға.
Аластырып кетіңіздер. Жимайтшы, ай ұлым-ау, балам, ұлым кетеді, жайымен қызым кетеді өзінің байымен деп. Бәрінен де көршім жақсы индийский шайымен деп. Соқықтар бүкіл енді индийский шайымен көршілерге отыр екен. Бекболат аға, Орал, Ермек, Әсем, Қамар, Бақытбек, Шынар, Қайыржан, Назерке, Жомар, Айсұлу, Қуат, Самал, Қуаныш және Елмирадай Құдай осыдан көршілерді шақырайық. Келіңіздер.